Арма әлімет, эфирде мектеп ньюс жаңалықтары. Қазан айында Серғали Толыбеков атындағы номер 3-ші IT мектеп лицейінде мектеп парламенті құрылды. Дауыс беру арқылы мектеп президенті, фракция мүшелері сайланып, өз жұмысына кірісті. Мектеп парламентінің мектеп дамуындағы рөлі қандай? Жобаның оқушыларға берер не? Бұл туралы әріптесім Аянат Балғабай қызының репортажында. Мектебімізде өзін-өзі басқарудың тиімді тетігі қалыптасқан. Мектеп парламентінің басты мақсаты білім ордамыздың дамуына үлес қосу. Мектеп әкімшілігі мектеп парламенті мүшелерінің басты мақсаты оқушылардың сапалы білім, саналы тәрбие алуына ыңғайлы жағдай жасау. Ендеше мектеп белсенділердің тобының жұмысымен жақынырақ танысайық. Оқушылардың өзін-өз басқару ұйымының мақсаты қарым-қатынасты ізгіліктендіру, ұжым өмірін жариялылыққа, еркіндікке негіздей отырып, оқушыларды қоғам мен мемлекетті басқару тетігіне дайындау. Парламент ұйымының ортақ іске жұмылдырып, тәрбие бөлімімен бірге нақты жоспар құруды, өзіндік мақсат міндеті мен көзқарасын танытатын тұлға ол мектеп президенті. Біз қазіргі таңда мектепке қойған көптеген жоспарларды жасадық. Алғашқы жарты жылдықта осы жоспарлардың тізімін алып жазып қойдық. Біріншіден, қазіргі таңда оқушылардың ұлттық құндылығы маңызды. Себебі оқушылардың тәртібі қазіргі таңда көптеген теріс жағдайларға бет бууда. Мысалы, олар смартфонға көп үңілуі, көптеген теріс қасиеттерді қолдануы. Соларды қазіргі таңда жойып, мектебімізде бар үйірмелерді одан сайын дамытып, оны үлкейту керекпіз. Менің негізгі мақсатым парламент ұжымымен бірлесіп жұмыс істеп, мектебімізді әрі қарай дамыту. Мектепте өзін-өз басқару жүйесі бойынша фракция мүшелерінің жұмысы тиімді ұйымдастырылған. Білім ордасында ақпарат, құқық және тәртіп, спорт және салауатты өмір салты, мәдениет және өнер, дебат, қамқорлық, өзін-өзі тану және бақыт, экология және еңбек фракциялары жұмыс істейді. Фракция жетекшілері осы тақырып аясындағы мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене араласып, іс-шаралар жоспарын бекіткен. Мәселен, мен 6-10 сынып аралықтарында қайырымдылық атты жәрмеңкені өткізуді көздеп отырмын. Жәрмеңкеге мектеп оқушылары өз қолдарынан жасалған қолөнер бұйымдарын, сурет, тоқыма, ағаштан жасалған бұйымдарды әкеліп сата алады. Жәрмеңкеден алынған қаржыны қайырымдылық қорларына, тұрмысы төмен отбасыларына көмек ретінде беруді ойластырып отырмыз. Және де мейірімділік жан шуағым атты қайырымдылық концерті де қараша айының жоспарына кіреді. Басының құндылықтарын оқушыларға дәріптеу үшін түрлі іс-шаралар ұйымдастырмақшымын. Мәселен, Secret Gmail шарасында. Онда оқушылар және мұғалімдер бір-біріне хат жаза арқылы, онда бір ішіндегі сырын, мұнын, немесе бір-біріне тілектерін жаза арқылы оқушылар мен мұғалімдер өзара қатынастарын ұлғайта түседі, бір-біріне сыйластығы арта түседі. Біз қарапайым оқушымыз, дегенмен көп ішінен мектеп парламентіне іріктеліп алынғандықтан өзін-өз басқару дағдыларын дамытуды, азаматтық көзқарас танытып, мектепті дамытуға өз үлесімізді қосуымыз қажет. Алаш ардақтысы Мағжан Жұмабаев айтқандай, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Біз мектеп парламенті мүшелерімен бірге оқушылардың сапалы білім алуына, мектеп ордамыздың дамуына өз үлесімізді қосатын боламыз. Аянат Балғабай қызы, Жандос Кенжалы, Мектеп Ньюс жаңалықтары.